Баршаларыңызға сәлем. Осы рецептпен өте дәмді шыққан, балаларыңызға ұнайтын банан қосылған овсяная кашаны дайындап берсеңіздер болады. Алдымен бір бананымызды аршып тазалап, осылайша турап аламыз. Банандарымызды ыдысқа салғаннан кейін үстінен кашаны да саламыз. Барлығының құрамын осы видеоның төмендегі описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Енді үстінен қант саламыз. Одан кейін тұз саламыз. Енді керегінше су құямыз. Суды каша батып тұратындай етіп қойсаңыз болады. Суды осылайша каша батып тұратындай етіп қоясыздар. Ішіндегі барлық дәнді дақылдарымыз осылайша батып, еркін тұратындай болу керек. Сонда олар жақсы піседі. Енді отымыздың астын қосамыз. Алғашқыда отты қаттыға қоямыз. Суымызды қайнатып алғаннан кейін бетін қақпақпен жауып қойса да болады. Сонда тезірек қайнайды. Мен 9-ға қойып қойдым. Енді су қайнағаннан кейін 2-ге ауыстырдым. Енді қақпағы ашылған түрінде осылайша пісу керек. 5 минуттай пісіресіздер. Сүт құямыз. Сүтті құйғаннан кейін 3 минуттай пісіреміз. Міне біздің кашамыз да пісті. Енді үстінен сары май саламыз. Сары майды салғаннан кейін отты өшіріп қоямыз. Содан кейін жақсылап араластырамыз. Тарелкаларымызға салып, ұсына берсек болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер.
Менің каналыма жазылмаған болсаңыздар жазылып, қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыздар, келесі жаңа рецепттерді көретін боласыздар. Рахмет.